Сәлем достар! Бұл видеода сізді детективтік жұмбақтар мен логикалық сұрақтар келеді. Олардың барлығын тек Шерлок Холмстың өзі дұрыс шеше алады. Видео соңында неше сұраққа жауап бергеніңізді жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз, бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Археолог бірнеше жыл жоғалған ежелгі қазыналарды іздестірді. Ақыры ол оларды тауып алып, ежелгі монеталардың әрқайсысына қуана қарай бастады. Дегенмен біздің дәуірімізге дейін 68 жыл болды деген жазуды көрген археолог ашуланды және неге қатты ренжіді? Дұрыс жауабы. Қазір біздің дәуіріміздің 2021 жылы бар. Өйткені біз өз хронологиямызбен жүреміз. Және бұған дейін болғанның бәрін біздің дәуірімізге дейінгі уақыт деп атаймыз. Бірақ сол замандағы адамдардың ешқайсысы олар біздің дәуірімізге дейін өмір сүрді деп сенбейді. Өйткені барлығы әртүрлі хронология жүйесін қолданған, сәйкесінше монетада 68 жыл жазылуы мүмкін емес. Номер 2 сұрақ. Ауылдың шетіндегі ескі үйде қарт адам тұрды. Таңертең поштасы жаңа газетті әкелген кезде оған ешкім ашпады. Ол бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенді. Полиция шақырды. Олар сол жерге келген кезде ер адамның өлтірілгенін анықтады. Күдікті 3 адам болды. Пошташы, тазалаушы және көршісі. Поштасы аптасына 1 рет газет жеткізгенін айтты. Өткен аптада ол бәрі жақсы болғанын ескертті. Тазалаушы да сол оймен қосылып 1 апта бұрын келгенін мәлімдеді. Ал көршісі болса басқа елден кеше ғана оралғанын ескертті. Полиция күдіктілерді тыңдап, кімнің кісі өлтіруге қатысы бар екенін түсінді. Кім қылмыскер? Дұрыс жауабы. Полиция жәбірленушінің үйіне өте лас екенін және кейбір жерлерде өрмекшінің торларын байқады. Бұл тазалаушы бұл үйде ұзақ уақыт болған жоқ, яғни ол өтірік айтты. Және де қандай бір жолмен қылмысқа қатысы бар. Номер 3 сұрақ. Ер адам полиция бөлімшесіне жүгіріп келіп, оны көше ортасында тонап кеткенін айтты. Полиция қызметкері ер адамнан болған оқиғаның егжей-тегжейін сипаттауды сұрады. Жәбірленуші банкке кетіп бара жатқанын және үлкен сомадағы ақшасы бар екенін мәлімдеді. Әрі қарай күтпеген жерден бетпердесі бар ұры чемоданды алып ұрып қашып кетті. Полиция қызметкері тонаушының соққысының нәтижесі екенін анықтады. Жәбірленуші мұны бірнеше минуттан кейін растады. Дегенмен детектив ер адамның өзін тұтқындады. Неліктен? Дұрыс жауабы. Сіз полиция бөліміне келген ер адамның көзілдірік кигенін байқадыңыз. Бірақ егер қарақшы оны көз аймағынан ұрса, онда көзілдірік сынуы керек еді. Яғни ер адам сақтандыру компаниясынан өтемақы алу үшін тонауды ұйымдастырды. Номер 4 сұрақ. Ірі компанияның директоры өлі табылды. Оның кеңсесінде оқиға орнына келген полиция жәбірленушінің уланғанын анықтады. Біреу стакандағы суға у қосыпты. Полиция 3 адамға күдіктенді. Себебі сол күні компанияның 3 қызметкері болды: хатшы, тазалаушы және орынбасары. Директордың хатшысы ол полиция келгенге дейін 2 сағат бұрын жәбірленушінің кабинетіне кіріп, директорға кофе мен стакан су әкелгенін айтты. Ал тазалаушы полиция келгенге дейін шамамен 1 сағат бұрын директордың кабинетіне кіргенін айтты. Өйткені директор кофені еденге төгіп алып оны шақырды. Орынбасар болса бастығының кабинетіне мүлдем кірмегенін айтты. Олар полиция келгенге дейін шамамен 3 сағат бұрын телефонмен сөйлесті. Детектив барлық күдіктілерден саусақ іздерін алды. Сондай-ақ, уы бар стаканнан сараптама нәтижесіне мұқият қарап, күдіктілердің қайсысы қылмысқа қатысы бар екенін тапты. Кім қылмыскер? Дұрыс жауабы. Егер сіз мұқият болсаңыз, онда бұл сұраққа дұрыс жауап бере алдыңыз. Полиция 4 адамның іздерін тапты. Оның ішінде барлық күдіктілердің іздері бар. Дегенмен хатшы мен тазалаушы айғақтары сәйкес стаканға қол тигізе алады.
Алайда, директордың орынбасарының іздері күдікті болып көрінеді. Егер ол сол күні директордың кеңсесіне кірмеген болса, онда оның іздері стаканға неге қалуы мүмкін? Демек, ол қандай да бір жолмен бұл іске қатысы бар. Номер 5 сұрақ. Газеттің редакциясына бір адам келіп, өзін ғалым ретінде таныстырды. Ол уақыт машинасын ақыры жасағанын айтты. Оның арқасында ол Альберт Эйнштейн, Шерлок Холмс пен Леонардо да Винчи және бірнеше адаммен сөйлесе алғанын айтты. Журналист физика саласында жақсы білімге ие болмаса да, ол ғалымның өтірік айтқанын бірден түсінді. Ол мұны қалай түсінді? Дұрыс жауабы. Егер ғалым уақыт машинасын жасай алса да, ол тек өткен адамдармен сөйлесе алады. Шерлок Холмс бұл ешқашан өмір сүрмеген, ойдан шығарылған кейіпкер. Сондықтан журналист ғалымның өтірік айтқанын түсінді. Видеоның соңына да келіп қалдық. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Логикалық видеоны бәрі бар арнасынан көріп кетіңіздер. Келесі видео 300 лайк болғанда бірден шығатын болады. Сондықтан да бұл видеоны достарыңызға таратып, өз миыңызды дамытыңыз.